Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі бірінші сыныптар арасындағы іс-шара. Жаңа жыл құтты болсын. Сізге және сіздің жақындарыңызға зор денсаулық, қажымас қайрат, шығармашылық табыстар, сәттілік тілейміз. Аяз ата мен Ақшақардың ұсынған ертегісін бірге тамашалайық. Үш аю ертегісі. Ертеде қалың тоғай ішіндегі үлкен бір үңгірде 3 аю тұрыпты. Олар түнімен тоғайды аралап, күн ысыған кезде үңгірге кіріп жатады екен. Ең ірісі және мықтысы ақ төс аю болыпты. Қазандай тасты допша домалатып ойнайды екен. Күштілігіне мақтанып, кішкене аңдарға маза бермепті. Бір күні түлкіні құйрығынан ұстап жұлқылайды. Екі аю, түлкі бізге тиіскен жоқ қой, қоя бер депті. Бұл түлкі мені сыйлап жүрем десе, жіберемін деп құйрығын бұрай түседі аю. Құйрығы ауырған түлкі қыңсылап, аю аға, босатшы, мен сені сыйлап жүремін деп жалыныпты. Аю есіріп, енді түлкі мені сыйлап жүреді деп мақтаныпты. Тағы бірде қасқырды ұстап алып, аяғын мыжып, құлағынан жұлқылап, босатпай есін шығарады. Екі аю тұрып, қасқыр бізге тиіскен жоқ қой депті. Егер мені сыйлап жүремін десе, босатамын деп гүр-гүр етіпті ақтөс аю. Жаны қиналған қасқыр қырылдап, аю аға, сыйлап жүрейін деп жалбарынады. Ақтөс аю екі серігіне, енді мені қасқырда сыйлап жүретін болды деп қоқиланыпты. Екі аю, сені бұдан бұлай түлкі мен қасқыр жек көреді және ешқашан сыйламайды. Өйткені сен оларға күш көрсетіп жәбірледің депті. Жоқ, сыйлайды деп екіленіпті ақтөс аю. Ақыры ақтөс аю екі серігінен бөлініп кетіпті. Тоғайды аралап ұзақ жүреді. Бір уақытта әлгі өзі жәбірлеген қасқыр бір топ ұяластармен ақтөс аюдың алдынан шығыпты. Сен маған жазықсыз азап көрсетіп едің ғой, енді бәріміз жабылып сені талаймыз депті қасқыр. Көп қасқырдан зәресі ұшқан ақтөс жуан ағаштың басына өрмелеп шығып алып аман қалыпты. Қасқырлар біраз тұрып кетіп қалады. Сонан соң жерге түсіп жан-жағына қарап сескеніп келе жатса, өзі жәбірлеген түлкі кездесіпті. Түлкі сызылып, аю аға, неден қорқып келесің деп жайын сұрапты. Көп қасқырдан қашып келемін депті ақтөс аю. Онда жылдам бері қарай жүр, жаңа мына жақтан қасқырлар көрініп еді дейді түлкі жол көрсетіп. Түлкі нұсқаған жаққа тұра қашқан аю күнт беріп батпаққа түсіп кетеді. Түлкі аюдың қасына келіп сасқалақтап күледі де, сен ана жолы маған жазықсыз жәбір көрсетіп едің, сол үшін сазайыңды тартқызғым келді деп кетіп қалады. Үй батпаққа батқан ақтөс аю әуреге түседі. Ел өліп талып әрең шығады. Шаршап шалдығып сүмірейіп үңгіріне келеді. Саған не болған дейді екі серігі. Мені қасқырлар қоршап алып талап тастай жаздады. Содан ағаштың басына шығып құтылып ем, қайтып келе жатқанымда түлкі кездесті. Ол мені алдап батпаққа батырып кетті дейді ақтөс аю мұңайып. Күшіңе сеніп, әлсіздерді күшпен сыйлатам деген ойың дұрыс емес екендігіне енді көзің жеткен шығар депті екі серігі. Мен тышқанмын, менің сендермен қоштасатын уақытым келді. Келер сиыр жылы сендерге жақсы жаңалығымен, тек қана жақсылығымен келсін. Жаңа жыл құтты болсын. Сабақтарың тек қана еске оқыңдар.
Му, мен сиырмын, биыл менің жылым. Менің жылым тек қана сендерге жақсы, жайлы жыл болсын. Еліміз аман, тамаш болсын. Еліміздің болашағы сендер аман болыңдар, ақ мол болсын. Несібеміз көп болсын.